студио. Бүкіл Қазақстанды кемінде 2 рет айналып шықтым ғой. Қазақ екеніңіздің бір тамшы қан арқылы, бір тал шаш арқылы анықтай беруге болады. Сіз әулие әмбиелердің сүйектерін ашқан жоқсыз ба? Жоқ. Абылай ханды қайда жатқанын халық білмеді ғой. Енді ол сүйек Абылай хандікі екенде екі дүниеде бірдей ант беруге болады. Археологтар ол кезде Акишев оны басқарған қызғаншақтық жасады. Оны тауып жүрген автобазының бүлдізірес қой. Оны археолог тапқан жоқ. Сол сүйекті тапқаннан кейін, 1-2 күннен кейін бір аяғы жоғалып кеткен. Басымның алтын адамның сүйегі деп маған алып келді лабораторияға. Иә. Бірақ 2 күннен кейін келіп өзі алып кетті. Шіркін айса өзі бір айға тіріліп келсем, иә, қандай менің. Біздің алдымызда мұнда зерттеу болған жоқ. Адамның сүйегі нақтылы табылса, қайда өр болмасын. Одан нақтылы мағлұматтар алуға болады. Қазақтың тегіне байланысты. Байланыссыз ба? Міне бір бұл ғылымның саласындағы бір ерекшелік. Заттан мысалы бізде 7 ме 8 бе Қорғаннан, шығыстан, батыстан, орталық Қазақстаннан алтын. Иә. Бұйым заттары. Археологтар өз алдына, тарихшылар бөлек, этнографтар бөлек, антрополог сіздер бөлек болып, ортақ тарихымыздың жазылмай жатқанын себеп сонда осы болып тұр ма? Осы болып тұр. Бүгінгі әлемдегі халықтардың мәдениеті, әлбетте цивилизация дейміз ғой. Неолит дәуірінен басталады ғой. Алғашқы темір дәуірінің Азияның, Европаның маңайындағы көрші замандасы көршілері дейік, солардың қорғандарынан бір алтын адам табылған жоқ. Солай болады ғой. Қазақтарды көшпенділер номадтар дейді. Бұл не деген надандық? Өйткені адам сүйегінің биологиялық ерекшелігі қолмен жасалмайды. Табиғат заңдылық арқылы. Сосын айтады, сен мұнда жалғыз емес. Ойбай тағылған бар. Орыстың Иван Грозный сүйегін әкеліп, басына реконструкция жасап жатыр. Бұдан артық қандай бірлік керек қазаққа? Тірлік керек. Міне сенің сұрағың осылай жауап беруге болады. Мына қазақтың 5000 жылдық тарихын Евразия аймағында жазылған халық жоқ. Осындай. Бүгінгі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осының алғы сөзін жазып, өзінің танымалдығын білдіріп, әлемге бұл 5000 жылдық тарихты паш етті. Адамс Question. Эфирде Ақ студия және Айгүл Мырзаханқызы. Бүгінгі біздің қонағымыз Оразақ аға Смағұлұлы, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, Италиядағы Болон академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген ғылым және техника қайраткері. Ағамыздың атағын елімізге сіңірген еңбегін айта берсек, біздің эфиріміз оған жетпейді қалуы мүмкін. Бірақ біздің бүгінгі эфирімізде ең бастысы ағамыздың аузынан естіген өзіміздің елдің тарихы, жердің тарихы қала берді. Біздің 5000 жылдық тарихымыз. Оразақ аға, өзіңіз айтып отырсыз, қазақтың бүкіл жерінің жерлеріндегі ескі қорғандар, ессіз қалған, егесіз қалған сондай қорымдарды ақтарып шықтық деп. Сонда сіз бүкіл қазақтың жерін түгел, Алтайдан Каспийге дейінгі жерді түгел аралап шықтыңыз ба осы мақсатпен? Бүкіл Қазақстанды
кемінде 2 рет айналып шықтым ғой. Осы жерде отырып алып, енді анау Маңғыстаудан Түркмения өтпей қалай шығып кету жолдығын әлі көз алдында ғой. Бәрін сосын Алтай, Қазақстанның Алтай жерінде қарағайлардың кішкентай білектің жуандандай қарағайлардың жиі өсетіне мыс отандайды ғой. Иттігіл. Соны көрген ана сиырлар жатқанда көрінбейді ғой шөптің биіктігінен. Мынау неде батыс орталық Қазақстанда да шым-шым жейді ғой мана шөпті. Маналардың жатқанда шөптің биіктігінен олардың жатқан жер көрінбейді. Осындай байлықтар ғой бәрі. Қазақтың жерінің қандай екенін менен артық ешкім білмейді десеңізші. Енді үйде бағайтуға болады. Біріншіде жаңа материалды жинағанда 2 айналып шықтым. Екіншіден ол сол айналып зерттеудің арқасында қазақ халқының 5000 жылдық тарихы биологиялық анықтамаларға сүйеніп. Анау айтты, мынау айтты, аңыз айтты, Қытай айтты. Әңгіме онда емес. Әңгіме мына сіздің қазақ екеніңіздің бір тамшы қан арқылы, бір тал шаш арқылы анықтай беруге болады. Бұл енді қолдан жасалған әрекет емес. Бәрі табиғаттың өзінің заңдылығына байланысты. Өсіп өнгені жаңа аяқтаудан ұзындығын айттым ғой. Жігіттерге қалай қай жерді сүю керек екен. Енді міне сол заңдылық 5000 жыл бойы сақталып келе жатыр ғой. Қандай ғажап, оны әлемді бұны ешбір кітапханадан, архивтен таба алмайсың ғой. Сондықтан біздің мына ата-бабаларымыздың сүйектері жиналу керек. Биология ғылымының келешекте бұдан да кең жетілетін әдістері болады, реактивтері болады. Сонда жаңағы сүйекті зерттеп, қазақтың басқа да ерекшеліктерін анықтауға болады. Бір заңды сұрақ келеді. Өзіңіз білесіз, қазақтың жерін 2 айналып өткен кәдімгі ғылыми бағытпен зерттеу жүргізген ғалым ретінде сіз біздің ескімізді де, көнемізді де, кеше қиын уақыттарды барлығын өткізген адамсыз ғой. Қанша қиыншылыққа қарамай қазақтың жері әулие әмбиелердің үлкен қорымдарына, сосын көп жерлерде біздердің жаңағы Маңғыстаудағы 362 әулие, Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда түмен бап деп айтып жатамыз. Сонда сіз бір енді мүмкін бұл сөз менің тарапынан сауатсыз да болуы мүмкін, бірақ енді қояйық бұл сұрақты. Сіз әулие әмбиелердің сүйектерін ашқан жоқсыз ба? Жоқ. Оны ашу бізде мақсат болған жоқ. Өйткені біз сүйекті зерттеу бағыты басқа талапта болды. Сондықтан әулиелердің киелі жерлерді біз оларға барған жоқпыз. Өйткені ол үшін арнайы тақырып болу керек, талап болу керек, қандай нәтиже алатын сол талаптар болу керек. Ал құр мынандай жалпы қазақ халыққа байланысты зерттеудің ондай ешқандай тәртіптілікке де, тәрбиелікке де жатпайды. Сондықтан халықта киелі болып, аңыз тарап солай олардың тұрғаны осынға шейін елінің барып басы жүргені, соның өзі үлкен дәреже халқымызға деп ойлаймын. Өте дұрыс. Менің айтайын деп тұрғаным бұл жердегі. Мысалы, енді атақты Әмір Темірдің сүйегін ашып,
Сталиннің заманында ғой енді. Иә. Әртүрлі енді қауесет деп айтуға болмайды, ғылыми тұжырымда бар, жалпы әулиелік деңгейіндегі де нәтижелер бар ғой. Бірақ енді кейде өзім ойлаймын, және сізге сұхбат алуға дайындалған кезде осы бір сұрақ болды. Бір әулиелердің басын ашып, сондай бір әрекетке барды екен деген. Бірақ сіздің осы ғылыми зерттеуіңізде Абылай ханның сүйегін зерттеді деген негіз бар. Осы туралы айтып өтіңізші. Енді біріншіден сол біз зерттегенге шейін Абылай ханды қайда жатқанын халық білмеді ғой. Ол Ташкенттен Қазақстан жеріне кеткен жолда қайтыс болған ғой. Соған байланысты оның қайда қойған. Біздің кітабымызда Абылай хан туралы шыққанда да бір жазушы біздің қарсы болды ғой. Мұнда ясауы ғимаратында Абылайдың сүйегі жоқ деп. Түркістанда жатқандығына. Иә, қарсы болды. Енді қарсы болған оның дәлелі аңыз, ана айтты, мына айтты деген. Ал біз сол сүйектің нақтылығын зерттедік. Мысалы, аузында тісі жоқ екені, оның өзінің жолдастарымен отырып еткенде сұрақ қойғанға, мен сендер батырлықты бәлен жерін алыпсыңдар. Мен батырлықты не үшін алдым? Қызыл ек деп оларына кішкене деді ғой. Сосы қалды. Майлы еттерді жақсы көрген. Жілік майлар енді түсі болды бағасын, конечно. Сосын нақты Абылай хан туралы қайтыс болмастан 4 жыл бұрын алдында болған орыстың разведчигі бар екен. Разведчик ол саған гуманитарлық наукасын қолда әсерлеп, ол көргенін ғана жазады, нақтылы жазады. Сонда айтқаны бар, бойы орта бойлы, деде қимылы 70-ке келіп қалса да, өте жеңіл деген анықтамалары бар. Міне біз соны пайдаландық, сондай информацияларды. Сосын енді не де болса Түркістанда қазақтың ұлы ханы Абылай ханның сүйегі жатыр. Сосын сол сүйегін өзінің жатқан жеріне апарып қойдық. Сосын шылы бөтелкеге қай жылы осы қалай қазылды, не үшін қазылды деген қол жазба жазылып машинкемен соның несін қабірінің қасына қойдық. Ертең тағы біреу қазып жүрсе, оғанда не бұл үлгі болсын деп. Сондықтан ол антропологтардың заңы ма өздеріңіздің? Жоқ, бір өзіміз қойған заңы емес. Сондықтан біз енді осы Абылай ханның нақтылы жатқан жерін анықтағанымыз менің ойымша өте орынды. Өйткені қазақ халқының маңдайына басқан, шалғысқан жерін осылай елін жинап, Қытаймен орыстарына дипломатиялық қарым-қатынас жасап, сақтап қалған, жинаған қазақ жерін осы Абылай хан ғой. Сондықтан бүгінгі келешекте ұрпақтар Абылай ханның қайда жатқанын білмесе, оған бас емесе, қалай болған енді. Сондықтан сол себептен біз Абылай ханды сол зираттың жаңа ясауи ғимаратының ішінде зерттедік қой, айнагүл қызымыз екеуміз. Почти бір ай ма, 1,5 ай отырып, сонда сүйектерінің сынғанын, сол жақ орта жүзіктің қасынан сынғанын, оның біткенін, марқым оны көріп, жаңағы ойбірмай аузына түспек. Біздің мейді Балмаханды көрген, ғажап қалған, мұндай сүйек қалың саннан сынған ұршық бағысын жаңағы Костапров дейді ғой. Санақталушылар
орнын дәл салған ғой. 1-2 сантиметр тегі кішкене қисықтау кеткен. Оны соңынан Бонбахамдың таң қалғаны бар, қандай шебер, біздің сыйластар болған ол кезде деп. Енді ол сүйек Абылай қандық екенде, екі дүниеде бірдей ант беруге болады. Кез келген біздің қазақ антропологиясының деңгейі, кәсіби деңгейі, кез келген сүйекті нақты жылына дейін, затына дейін, қаны, барлығының құрамына дейін нақты анықтап бере алады. Солай ғой? Керемет дәреже деп ойлаймыз. Оразақ аға, мынандай сұрақ. Жаңа Абылай хан бабаның зерттемесі туралы айтып жатқан кезіңізде тура көз алдымызға Абылай ханның бейнесін алып келдіңіз. Тура енді өзіңіз қолмен зерттегеннен кейін бәрін нақты біліп тұрсыз ғой. Енді жалпы халықтың көкейінде мынандай бір сұрақ бар. Өзіңіз білесіз, Қазақстан халқын, қазақ жерін әлем бренд ретінде біздің елімізге алтын адам деп таниды. Енді оны 2000 жылдық тарихы бар деп айтып отырмыз. Оны дәлелдеп жатыр, әртүрлі саладан жеткізді ғалымдар. Бірақ сол алтын адамның сүйегі туралы сіз ғалым ретінде не айтасыз? Ол сүйек туралы көп айтуға болар еді. Археологтар ол кезде Акишев оны басқарған қызғаншақтық жасады. Ол сүйекті тапқаннан кейін мені енді 56 шақырым жерде қойсық. Оны тауып жүрген автобазының бүлдізіресі қой. Оны археолог тапқан жоқ. Сол сүйекті тапқаннан кейін, 1-2 күннен кейін бір аяғы жоғалып кеткен. Қазып ашқан ғой. Бір аяғы бұйым затымен жоғалып кеткен. Сол осының кешкен ашылмай қалды ғой. Қолды болды. Енді кімнің қолында кеткен бір Құдайдың өзі біледі. Содан алтыстан келмеген шығар. Сол қазып келіп жүрген адамдардың арасынан біреулер шыққан шығар деймін. Ал енді сол сүйекті ана жерден жатқан, табиғи жатқан жерінен өздер алған. Сонда оны антропологтар алу керек. Өйткені анау қалпында жатылған сүйектердің ерекшеліктерін, бағыттарын жазып алуға толық мүмкіншілік бар еді. Бірақ оны археологтар Акишев алтын адамның басы, алтын адамның сүйегі деп маған алып келді лабораторияға. Бірақ 2 күннен кейін келіп өзі алып кетті. Қайтадан. Мен оны зерттеп үлгерген жоқ еді. Бірақ бас сүйегіне қарап, жасы нешеде екенін айттым. Жас екенін 22 маңында. Өйткені аставальный череп дейді. Ана бас сүйегінің ең омыртқаға кіретін жерінде кішкентай дөңгелек кальций бар. Сол әлі сүйек болмай шеміршек екен. Соған қарап қана айттым мен. Бүкіл денесін зерттеп айтқан жоқпын. Сондықтан олар ол сүйекті сосын қайда кеткенін андай-мындай мен білмеймін. Ол сүйекке мен тараптан зерттеу жүргізілген жоқ толық. Бірақ жынысын, жасы туралы айттым. Онда да үстіртін көрген жаңағы жайларды ғана сүйеніп айттым. Енді сол бұлтырлар мана жылдығы Айнағұл екеуміз сол соттың қасындағы музейге барып, аналар бізге бір коробканы көрсетті. Қағазда жазылған ыстық қорғаны деген. Содан енді ана сүйектер сол алтын адамның сүйегі болуға тиіс дейді. Енді бәленбай уақыт өтіп кеткен, ол коробкаға әдейі біреуді жазып қойып мүмкін сүйекті салып. Ол үшін ол сүйектің действительно сөздерден шыққан ол жердің топырағын зерттеу керек, химанализін жасап, сосын сүйектің жабысқан
топырақтарды зерттеу керек. Сөйтіп идентификация жасау енді. Да, мына сияқты нақтылы сол жерден алынған деген. Әйтпесе коробкаға жазылған сүйекті сүйеніп, біз оған айнекеміз барғымыз келмеді. Жай көргенімізді жазып кеткенбіз. Маған біреу әкеп берді, Ашыптың баласы Алишер бір жиналыста сөйлеген. Ысық дағы табылған адам сүйегі қазақ емес деп. Ал айтпесе? Енді бұл археологтардың надандана дейсің. Мен сөз жерде болсам айтар едім. Бұл қазақ емес, қазақтың тегі. Ал сен өзің қазақ емес, Қазақстан деп айтар едім. Шешек зорыз ғой. Жартылай қазақ қой. От мінекей, біздің археологтардың білімсіздігі қайда жатыр? Қазақ емес деп. Қазақ емес болса да қазақтың тегі болу olur ғой. Одан артық не керек? Қазақтың жалпы, мына біздің зерттеген дәуірлерімізге қарағанда кемінде 6 атасы болған. 6 атасы. Біз сол 6 атаның ұрпағымыз. Ал бізден кейінгі ұрпақтар кім болатын бір Құдайдың өзі біледі. Оның несіне мына кітапта жазылған. Егер заматты іш болып, елді іш болып, осы қазақ елі 1000 жыл жасайтын болса, 3-ші 1000 жылдың аяғында мына кітапқа сүйеніп, сол ұрпақтардың 3-ші 1000 жылдың аяғында тіршілік еткен ұрпақтарды зерттеп, арасындағы байланысқа қарап, қазақтың қалай дамып өзгеретін анықтауға толық ғылыми мүмкіндік бар. Керемет. Бұл енді... Бұл бір үлкен қазақ ғылымының жетістігі деп танимын өзі. Мен шіркін айса өзі бір айға тіріліп келсем, қандай мен... Біздің алдымызда мұнда зерттеу болған жоқ. Руденге зерттеді 20-шы жылдары. Батыс Қазақстан қазақтарын шау тегі туралы даже жазып кеткен. Мен оны туралы айта алмаймын, кейін ұрпақтар өздері жазар деп. Сондықтан да мына адамның сүйегі нақтылы табылса, қайда өр болмасын, одан нақтылы мағлұматтар алуға болады. Қазақтың тегіне байланысты, байланыссыз ба? Міне бір бұл ғылымның саласындағы бір ерекшелік. Ал енді біздің археологтар не істейді? Бұйым заттарын табады. Сол алтын адамның нелерін тауып, біздің ұлттық музейде тұра алтын зал дейді. Ана кіре берсіне маңдан жазып алтын зал. Бұл алтын зал болғанда осы заманның алтын залы ма? Баяғы заманның алтын залы ма? Я болмаса қай халықтың алтын залы деп. Қазақ ата-бабаларының алтын залы десе қандай жақсы болады. Почему-то музейлерде осы табылған көне заман бұйым заттарды қазақ ата-бабалардың деп ауыздарын ашпайды. Біздің археологтар жазбайды. Себеп? Себебін мен білмеймін, себебі ойланғысы келмейме, білгісі келмейме, сондай. Соны мен еңбектерімде талай жазып жүрмін. Сондықтан біздің археологтар айнекемізді кейде игнорировать етеді етсін. Енді шындықты айтқанға біздің қандай айымыз бар. Енді бұйым затты адам істеді ғой. Ондай бұйым заттар, мысалы бізде 7 ме 8 бе Қорғаннан, Шығыстан, Батыстан, Орталық Қазақстаннан табылды алтын бұйым заттары, киім кешектері табылды. Енді соны тапқан адам археологтар біздің. Соларды өзара салыстырмайды. Киімнен ұқсастық бар ма? Сүйектерінен ұқсастық бар ма? Алтын бұйымдарының пробалар бірлей ме? Әртүрлі ме? Соны біреуін атамайды ғой. Қазақстаннан жерінен табылған бәлен ғасырдығы дейді.
бұл өз халқымыздың ата тегінде тектері жасаған бұйым заттан неге қашамыз біз? Міне менің Қазақстан археологтарына қарным ашатыны осы. Енді сосын олар бізге де ренжиді, кемістігін айтқызды. Енді археологтар өз алдына, тарихшылар бөлек, этнографтар бөлек, антрополог сіздер бөлек болып, ортақ тарихымыздың жазылмай жатқан себеп сонда осы болып тұр ма? Осы болып тұр. Қазір биыл 7 томды шығады. Біздің қазақ халқының шығу Айнаулекіміз жаздық. Ол 400 томды шығады. 92 бет рукопись жазып бердік. Көп суреттер берілді. Енді соны жасырын рецензияға берген ғой. Сонда біреулер жазған, слишком иллюстрациясы көп деп. Онда иллюстрация сенің бүгінгі балтай етіп жүрген мың артық қой. Мысалы біз жаңағы Неолит дәуірінде Батыс Қазақстан Қосқұдық бір деген жерден ер адамның сүйегі табылған. Неолит. Бүгінгі әлемдегі халықтардың мәдениеті, әлгі цивилизация дейміз ғой. Неолит дәуірінен басталады ғой. Сол кездегі Қазақстандағы жаңа еркек адамның мүсінін Герасим лабораториясында қызметкерлері реконструкция жасап берді ғой. Көді европеоид. Бір ешқандай азиат тектес тайпылардың жұғыны жоқ. Сосын онан бері келе темір дәуірі, мысалы, Неолит дәуірінен кейін темір дәуірі басталады. Темір дәуірдің адамы жаңа алтын адам ғой. Енді оның сүйектері зерттелген жоқ. Бұйым заттарын сол кездегі көшпенділер жасаған дейді. Бұл Қазақстанның қазақ ата-бабаларын жасаған бұйым заттары деп біреу жазбайды ғой. Сонысын сөйлеп тұрып, мынау алтын бұйым заттар жаңа экскурсоводтар телевизордан көрем ғой. Бұл көшпенділердің жасаған алтын бұйым заттар дейді. Көшіп қонып жүрген адам оны қалай қорытады? Қалай оны құяды? Түйенің өркешінде ме? Отырыш болу керек қой. Отырады ғой. Жарты жыл болсын, 1 жыл болсын. Сосын ол бұйым затты да тауып алу керек қой. Алтын бұйым заттарды. Ол жолда кетіп барқанда олар тауып алып атқан жоқ қой. Оны қазып, жаңа Сатпаев айтқандай, үйілген көп нелерді жасап жүрген жергілікті тайпылар. Ол солар алып, қорытып, осындай бұйым жасатқан. Сосын соған хронологиялық бір дәуірде, мысалы, алғашқы темір дәуірінің Азияның Европаның маңайындағы көрші замандас көршілері дейік, солардың қорғандарынан бір алтын адам табылған жоқ. Солай бола тұрды. Қазақтарды көшпенділер номадтар дейді. Бұл не деген надандық? Анау отырышы Ресейде ме, оңтүстікте ме, отырышылар, олар өте мәдениеті жоғары болған дейді. Бұнау түйенің үстінде жүріп, алтын бұйым заттарын жасап қортқандар, көшпенділер, мәдениеті жоқ. Сондықтан біздің антропология болсын, этнография болсын, этнографияда бұйым заттар, бүгінгі бұйым заттарда қандай көне заманның ерекшеліктері сақталып қалды. Соны ашу керек, соны көзін ашу керек. Сосын археологтар болса, әр дәуірдегі бұйым заттардың, одан бұрынғы, одан кейінгі бұйым заттардың арасындағы байланысын ашу керек. Айтпесе манағы 7-8 алтын қорғаннан табылған бұйым заттар бәрі маргинальны дейді. То есть әрі қайсы бөлек-бөлек бір қаңғы жүрген біреулер. Олай емес қой. Ол замандас болғаннан кейін жаңағы бәрі
тұстығы бар ғой бірдеңеден. Соны айырмайды ғой. Соны дәлелдемейді. Соны көрсете алмайды. Музейде тұрып, алтын бейім затын көшпенділер жасаған дейді. Бір кішкене логикасы. Логика болу керек қой. Мезолит дәуірі дейді, орта тас дәуірі. Сондағы бейім заттардың арасындағы байланысты таба білу керек. Адамдар тіршілік еткен, бірақ ол заманның адамдардың сүйектері әлі бүгінгі дей табылған жоқ. Жаңағы неолит дәуірінен ерте заманның сүйектері табылған жоқ. Сондықтан біздің 5000, енді мына Қазақстандық 50 жылдығында 2251 жылы Қазақстанның өз егемендігіне 50 жыл болады ғой. Сонда айтар, қазақтың 70 ғасырлық тарихы болды деп. 50 ғасырлық емес, өйткені анау мезолит тауып қолымызда отыр, реконструкция жасаған. Мен сол бір сүйекке қарап, біз Айнагүл екеуміз оны неолит дәуірін апармадық қазақтар. Апарсақ та бізді ешкім қолымызды шоп тастамаса да. Бүкіл адам баласының шығуын бір адам сүйегімен дәлелдеп отыр Африкадан. Почему? Бір адамның сүйегіне неолит кешегі 7000 жылғы бұрынғы сүйегін қазақтардың шығу деген анықтауға, дәлелдеуге мүмкіншілік жоқ, бар. Егер ол мүмкіндік болса, біздің қазақтың жеріндегі өмір сүрген халықтың тегінің 7000 жылдық тарихы болайын деп тұр ма? Соны ойлаймын. Мен енді әлі оған 20 жыл керек қой, өмір сүрмеспін. Айнагүл соны жазама деген ойдамын. Өйткені бұл нақтылы зат. Реконструкцияның қолдарыңызда кәдімгі ғылыми жүзі бар. Ол Герасиптің методы әлемде нақтыланған, танымал. Онда жалған тегі болуы мүмкін, сәғал үлкен болуы мүмкін. Мұрт болмай қалуы мүмкін болса да, сондай меліштердің. Бірақ негізгі сүйектерден оны қазақтың тегі болмады деп айта алмайсың. Түсінікті өте. Біздің қазақ антропологиясының айна қатесіз табылған сүйекті, жылын, өмір сүрген дәуірін, барлығын айтып беретін қандай салалары бар? Айтып беріңізші соны өзіңіз. Антропологияның ба? Иә. Антропология айтып беріледі. Егер археологтар дұрыс хронология беріп, дәлелдей алса, мынау мәдениет осы өңірде болған бұдан 7000 жыл бұрын. Оның жалғасын 5000 жылғы жыл бұрын Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпылардың мәдениетінен табылып отыр деп. Бірақ олар оны іздемейді. Біз іздейміз. Қаншалықты бұны олардың жаңа 200 жыл бұрын бейнелері қандай болды? 200 жылдан кейін қандай болды? Мен шыққан айтып отырмын ғой, мен 3000 жылдықтың аяғын күткім келеді. Бүгінгі дәстірліп, тісіне қамына шейін бәрін дәлелдеп отырмыз ғой. Ал енді 1000 жыл өткенде қандай болды? Осы характеристикадан олар қанша айырылды? Болмаса қанша оны толықтырылып, мәңгілік екенін бейнелеп берді. Өйткені адам сүйегінің биологиялық ерекшелігі қолмен жасалмайды. Табиғат заңдылық арқылы. Тістің де өзінің өніп өсу эволюциясы бар. Бас сүйектің де өзінің, қан жүйелерінің де өзі әр заманына байланысты өсіп, бірақ оны қазақтарға ұқсамай бұрылып кеткен жақтар болса, ол айқын көрінеді. Болмаса соның кішкентай өзгергені қазақтан үзілмей тұрғаны жақсы көрініп тұрады. Сонда келгенде біз айтамыз, қазақтың ата-бабаларының өмір сүрген жылдарын 7000 жыл, мынада 5000 жыл, мынада 3000 жыл, мына жерде 1500, мына жерде
1000 деп осылай сүйектер арқылы біз келеміз. Осы дәуірлердің археологиялық, этнографиялық бұйым заттарын олай біздің құсап, бусингаға сап тізіп берсе, міне нақтылы история осы болады. Ғалым Герасимовтың 7000 жылдық тарихы бар сүйек туралы зерттемесінің қорытындысын айтып отырсыз. Иә. Осы қорытынды неге сүйенеді? Антропология қандай салаларға сүйенеді? Бұл жаңа реканты антропология саласының бір иллюстративный бөлімі. Бұны әркімнің қолынан келген жасай алмайды. Тек Герасим сықылды талантты адамдардың ғана жасаған. Сосын Герасимовтың жасаған суреттерін неткен ғой. Эксперимент жасаған ғой бұл кісі. Ойдан шығарамын деп. Сол үшін не істеген? Ана судебный медикте бір беспризорный сүйектерді қойып алады ғой. Соған реконструкция жасатқан. Олардан табылған адамның сол маңайдағы біреудің фотографиясы бар. Сол екен салсырады бірдей бошады. Единственный, оның мұрты бар еді дейді, амада мұрт жоқ. Кемістігі сондай болады. Яғни шашы жоғы тықырет ұлайсы. Амынан шашы бар, сондай второстепенный неден ғана қалған сондай точно жасайды. Сосын Герасимовтың бір ерекшелігі отан соғысы кезінде Ташкентте тұрған ғой, 1 жылдан артық. Сол Ташкентте моргта 1000 адамның басына әйел мен еркектің препарация жасаған ғой. Ондағы мышцаларын, мысалы көздің мышцалары қалай орналасқан, мұрын, ауыз, ерін, мышцалар қалай орналасқан, арасындағы заңдылықтар қандай, әйелдерде соны анықтаған ғой. Даже бір хирург әлемде 1000 басқа жасамаған, зерттеу жасамаған Герасим оны жасады. Айта кетейік, жерде Москваға 66 жылдарыма бардым. Барып, академиялық жұмыспен жүрдім. Түстен кейін гостиница іздесем, барлығы қызғанды. Сосын мен Михайловтың лабораториясына келдім. Өзі подвалда болады. Мен әлі жер үстіне шыққан жоқпын деп қояды. Сол келіп осындай таба алмадым десем, айтады: "Ей, зачем саған? Мына диванда жат, біз мұнда күлі жұмыс істейсің, сен өз жұмысын қалады істейсің. Түнде мұнда ешкім жоқ. Қыздарым қазір үйден саған жастық, просто надел әкіп береді." Деп. Сосын айтады: "Сен мұнда жалғыз емес. Ойбай тағы кім бар?" Орыстың Иван Грозный сүйегін әкеліп, басына реконструкция жасап жатыр. Солай ма? Мен сол сүйекпен 1 жеті жаттым. Орыстың патшасы. Патшасы, иә. Кейбір орыстарға ойнап айтам ғой: "Сендер менімен ойнамаңдар, сендердің патшаларыңмен 1 жеті, 1 компта жатқан мен адаммын. Оның арыңа маған қонған. Ертең байқаңдар, қолдарың, аулыларың кісей қалмасын." Сөйтіп өмірде осындайды жағдай болғаны. Сізге антрополог ретінде сұрайын. Біздің қазақтың 300-ге бөлінгені дұрыс па? 300-ге бөлінген. Енді әдебиетке келіп болсақ, барқым Дерекер институты языкознания Қайдаров деген академик болды бізде. Сол Қайдаров Қалыңның тарихын жазды. Мынада, мынаны Қалыңның, мынанда екеуінің. Сол Қалыңның тарихын жазғанда бұл кісі жаңағы орта ғасырдан шыққан, еліміздің орта ғасырынан, орта азиядан шыққан, жаңағы Кашмирде билік жүргізген Махмед Дулати. Сол Махмед Дулатидің зерттеген өзінің дәуіріндегі тарихшы ғой ол. Не только правитель, но и ғалым. Сонда жаңа Қайдаров айтады, соның еңбегін оқығанда 66 этникалық атауларды таптым. Бірақ 100 туралы біраз сөз жоқ деді ғой. Енді мен
Қайдардың еңбегін оқи алмаймын ғой, және ол бәрі араб тілінде жазылған. Иә, маманы оқып, андай баға бергесін, мен оған қалай қарсы шығам. Бірақ өз ойым, енді анандай ғалым не может быть, что өзінің елінде осындай қазақтарда жүз болған, оны естіп отырып жазбай кету, көзі көріп, сөз жерлерден дәм татқан жаңағы ғалым. Ондықтан кейбір ғалымдар айтады, бұл қазақтың жүзге бөліну өте кейін болған. Жаңағы Қайдарбайдан кейін болған географиялық, жаңағы экономикалық тұрмыс жағдайына байланысты бөлінген жүзге тайпалар деп кейін 15-16 ғасырлардан. Мен осыған сеніп жазғанымда кітапта Қайдаровты келтірдім. Сосын не дейсіз? Антропологиялық тұрғыдан сүйек құрылысымыз жағынан да ешқандай өзгеріс жоқ. Енді мен бұларды 300 зерттедім ғой. Біріншіден тірі қазақтардың бейнесін зерттедім. Екіншіден олардың тіс құрылыстарын зерттедім. Үшіншіден қан жүйелерін зерттедім. Төртіншіден алақан тері бедерлерін зерттедім. Бесіншіден сол өңірлердің табылған сүйектерді. Бәрі батыс Қазақстаннан. Енді жаңағы орталық Қазақстанда да солай зерттедім өкілдерін. Неден жетісім өңіріндегі ұлы жүздің солай зерттегенде жаңағы айтылған биологиялық анықтамаларды мен ерекшелігін таба алмадым ғой. Мына кітапта сол жазылған. Ерекшелігін таба алмадым. Ал енді осындай бірнеше морфологиялық, физиологиялық саладан қазақтың бүгінгі 300 өкілінің атын сақтап жүрген ұрпақтарда айырмашылық болмаса, көне заманда пайда болды. Жүз деп қалай айтыласыз? Егер бүгінгі қазақтарда ол еркін сақталған. Міне сондықтан қазақ 300-ге келгенде антропология бір екен. Жаңа руларға байланысты этникалық тарихы бір екен. Сосын қазақ тілінде диалекті жоқ. Міне 3 саладан бір екен. Швейцариядан Қазақстанның жері 66 есе үлкен екен. Швейцарияда тұратын халықтың бүгінгі саны 9 миллион екен. Ал Қазақстанда жаңа 66 есе тұрған халықтың бүгінгі саны 10-15 миллионнан артық емес. Сосын жаңа Швейцарияда 66 есе кем елді жерде 28 диалект бар екен. Бізде 6 айдан Каспийге шейін жайылып жатырмыз, диалекті жоқ. Диалекті жоқ. Сосын мен осы якуттарда бар ма деп бір ғалымдарынан сұрадым. Якуттарда диалекті бар екен. Осындай 3 саладан бөлінбейтін Азиядан, Европадан халық таба алмайсың. Ол бір қазақ қана. Бұдан артық қандай бірлік керек қазаққа, тірлік керек. Міне сенің сұрағыңа осылай жауап беруге болады. Жақсы. Мен осының өзіне таң қалдым ғой. Бұл не деген? Бірегейлік. Бірегейлік. Мұны түрікмендерде қанша ру болса, сонша диалекті бар екен. Азербайжан айтпай-ақ қой, башқұрттардың бәрінде де диалекті бар. Диалекті бар оларда, иә. Бізде жоқ. Онда жол. Сәрсен ана жолдың анықтамалары бар, академик үші, 50-ші жылдары өткен ғасырда мойындаған. Ал мінеке антропология зерттеу соны дәлелдеп отыр. Сондықтан қазақтардың әлгі трайбализм жүзге руға бөлінің ешқандай мағынасы жоқ. Оразақ аға, мына кітапта сіздің еңбегіңіз, сіздің қызыңыз Айнагүл Смағұлова, Айнагүл Оразақ қыз екеуіңіздің еңбегіңізді
мен біздің жалпы қазақ ғылымының жетістігі деп айтар едім. Дұрыс. Біріншіден антропологияға оңай ғалымдардың тісі батпас. Өйткені сіздерде дәлел де, ғылыми негіз де нақты. Рас. Енді бұл кітапты неге 4 тілде бірден шығарып тұр? Сонда бұл кітаптағы қазақ халқы мен оның ата тегіне орай антропологиялық зерттеулер әлемге қызық болып тұр ғой. Сөз жоқ. Мысалы, қазір ағылшын тілінде, орыс тілінде, түрік тілінде, қазақ тілінде шығып тұр. Жалпы бұл кітаптағы ғылыми негіздің құндылығы туралы айтсаңыз. Дұрыс. Біріншіден бұл кітапты 4 тілде шығаруға жәрдем берген, соған бар күшін салған Қыдыралы бауырымызға үлкен рахмет айтқым келеді. Бұның бір данасын шығарудың өзі оңай емес. Осын 4 тілде аударып, осын шығарып бергені өте құнды. Бұл біздің арманымыз еді. Ол кісі оны орындады. Бұны неге 4 тілде бірден шығардық дейсіз? Мына қазақтың 5000 жылдық тарихын Евразия аймағында жазылған халық жоқ. Осындай. Өз елінің 5000 жылдық тарихын жазған ел жоқ. Ел жоқ. Европада да, Азияда да. Бұның барлық ерекшелігі сол 5000 жыл бойы моншақша тізілген биологиялық фактылар арқылы дәлелденіп отыр. Біздің бұл 5000 жылдық тарихымызды әлем антропологтары қазір біледі, мойындаған және қабылдап отыр. Оның бір айғағы мына қазір 6 түрік елінің және 2 мұсылман елінің, Пакистан мен Иранның халықаралық қоғамдық экономикалық ұжымы бар екен. Сол ұжымы сол өткен жылы осы кітапқа премия берді. Сізге? Бүгінгі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осының алғы сөзін жазып, өзінің танымалдығын білдіріп, әлемге бұл 5000 жылдық тарихты паш етті. Бұл мен енді елімде 90-нан ассамда президент атынан, болмаса жаңағы партияның атынан ондай баға алған емеспін. Ол керісінше 77 жылы біздің еңбегіміздің қан жүйесіне байланысты өтіп жіберді. Енді мінекей егемендік келді, ол кітапты өзінің бостандығын алды менімен бірге. Сол бостандықты алғаннан кейін Айданыл екеумізді Калифорния университеті Американың 2 айға лекция оқуға шақырды. Соған барып келдік біз. Бұл да Құдайдың берген бір есі. Бір нығметі ғой, ол да болса. Ал енді Америкада осындай танымалық жасап атса басқа елде. Мына кітаптарымызды біз жібердік Американың нелерінде, ұздарына солай ағылшын тілдегісін, қазақ тілдегісін оқып, назар ауласын деп. Мен Индияда жұмыс істегенде ескі Делиде Жұма Мәжит мешіті бар. Ең үлкен Азияда. Жұма Мәжит мешітіне барып, жаңағы әнесінен, молдасынан сұрадым. Сіз кешіріңіз, мен Қазақстаннан келген ғалым едім. Мамандығым туралы сізден бір сұрақ сұрайын деп едім деп. Өйткені менің мамандығым адамды, тірі адамдарды зерттеп, өлген адамдар болса, олардың сүйектерін зерттеп, халқымның кегін анықтау.
бұдан қанша пайда тауып жүрсің деді. Жоқ, 200 рубль орыстың зарплатын береді, содан басқа ештеңе жоқ. Одан пайда таппасаң, күнәһар емессің. Халқыңның шығу тарихын нақтылы биологиялық жолмен де, әдеби тарихи жолмен де анықтауға ұмтылуға болады. Сосын сол сұрағымды Турцияда болғанда, Стамбулда түрік молдасынан да сұрадым. Қалай сіз осы менің істеп берген мамандығым күнәһарлық емес пе? Құдайға қарсы жұмыс емес пе деп. Ол да алған сұрады, қанша пайда таптың деп. Пайда жоқ қой, сол 200 орыстың рублін алам айына, одан басқа. Онда ешқандай күнәһарлық жоқ. Сіз халықтың шығып тегінмен айналысып жүрген. Ол әрбір халық, әрбір ел өзінің көне тарихын зерттеуге міндетті. Соның бір саласы есебінде сіз осыны іске асырып жүргеніңіз ол сауапты. Өйткені ғылым менен діннің арасында айырмашылық жоқ дейді. Сіз бірнеше халықаралық экспедицияларға қатысқансыз. Иә. Үнді кеңес, үнді және совет кезіндегі ғой, қателеспесем. Одан кейін қазақ-моңғол экспедициясына қатысыпсыз. Одан кейін, қателеспесем, қазақ-италия экспедициясына қатысыпсыз. Сонда олардың антропологиялық зерттеу негізі қандай екен? Әлде бәріңізде ортақ па, бір принцип па? Сонда бірақ негізгі зерттеу мақсаты бір ғой, бірақ деңгейі әртүрлі. Осы ғой сұрап тұрғанымыз. Енді Моңғолияда бірақ антрополог бар. Оның енді Италияда бір 15 антрополог бар. 15 адамның зерттегені, мен бір адамның зерттегені, Қазақстанды мен зерттеген салыстырылмайсы ғой. Ол коллективтің істеген жұмысының бәрі де мағынасы да жинаған фактыларды артық қой. Әлемдік жаңалық ашқан, әлемде бірінші десек те болады, зерттеулеріңізге қарап отырып, антропологияның тарихын тереңге тартқан ғалым ретінде өзім ойлаймын ғой, біздің Қазақстан Республикасында неге антропологияның өзінің жеке институты жоқ деп. Дұрыс. Бұған келген уақытта әрине мамандарға келіп тіреледі онда да. Енді шәкірттеріңіз кім шәкірт болалды, кім жарты жолдан тастап кетті, кім ниет қылып жүр, бұған не дейсіз? Бұл да бір оңай сұрақ деп айтуға болмайды. Енді осы салада мен 60 жыл істедім ғой. Қызым айнағыл 40 жыл істеді. Екеуміз бір ғасыр істедік. Сонда жұлқынып, антрополог келем деп атқан жастар жоқ. Өйткені маған жағымсыз жағдай жаңа кітапты өртеп жібергені. Сөйтіп ресми айтып газеттерге жарияланып атқанда қайсызге жас келіп сіз мамандығын деп айтады. Наоборот, қашады ғой. Біздің зарплаттарымыз жай қайыршы деп айтпай қой. Орташа күнкөрушіліктің зарплаты ғой. Сосын оны уағыздап жүрген республика кафедрада жоқ қой. Ол кафедра мединституты болу керек еді. Ондай кафедра университеттерде болу керек еді. Сонда олар жастар соған баруы мүмкін. Десек те біздің қазақ халқының бағы бар екен. Өзіңіздей мыңнан, миллионнан жарып шыққан антропологиямен айналысатын ғалымын тудырғаны үшін. Не де болса, сіздің антропологияға келген тарихыңызды, жолыңызды айтып өттік. Дегенмен, енді бәрімізде адамбыз, сіз жасы үлкен, мен жасы орта болған, мен де замандаспыз бәрімізде. Бір замандас ретінде сізге сұрақ қойсам. Жалпы, мына өмірде, жалпы өміріңізге өзіңіздің бір қатты өкінген, немесе бір ренжіген, көңіліңіз толмаған тұс бар ма?
Olғанда қандай? Енді мысалы кітап өртеніп жатса, ғалымды өлтірген кезде оның еңбегін өртеп жүр, өзін өліп қояды. Сонша қиындыққа қарамай, өз жеке лабораторияңызда қанша бас сүйек бар қазір? Әр дәуірлік. Әр дәуірден жинағанда 1000-нан аса бас сүйек сіздің жеке лабораторияңызда бар. Мен жеке емес, институт қой. Тарих және археология институтында? Жоқ, тарих, этнология, археология бөлек. Сосын Шымкентте ашылды бір отделение, сол екеуінің қарамағында қой. Сонда сіздің жаңағы әр дәуірге тиесілі 1000-нан аса бас сүйек сол екі институттың Шымкент университеті институтында, тарих этнография институтында сақтаулы тұр. Ол бізге болашақта дәлел үшін керек қой, қазақ антропологиясы үшін. Алла керек болғанда бұндай. Бұны адам сүйегінде алатын информация бүгінгінің өзі жеткілікті, келешекте одан да көп болады. Қазақ антропологиясы, жалпы антропология адамзаттың ортақ сұрақтарына дұрыс ғылыми негізде жауап беретін үлкен бір сала дейсіз ғой. Үлкен сала болғанда бұл ғылым саласы енді әлемде мысалы 3000-4000 этникалық топтар бар ғой. Енді кім өзінің шыққын тегін білгісі келмейді. Қазақ қаңғыр жүріп бұл жерге келіп жасаған жоқ. Ата бабалар бұдан 5000-7000 жыл бұрын ерлік жасаған жерінде тұрып келе жатыр. Біреудің ұлтырақта жеріне қол сұққан емес, қазақтың ата бабалары да қазақтың. Қайта біздің жерімізді жағалай тонап, оны азайтып жіберді. Ұл өсіріп, қыз өсіріп, ұрпақ сүйіп, шәкірт тәрбиелеп, еліне қызмет еткен және еңбегі адал, ғылым үшін жаралған ғалым адамсыз. Сол үшін сізді құрметтейміз, сол үшін сізді бағалаймыз, сол үшін бізге сіздің әрбір сөзіңіз өте құнды, дәл бүгінгі заманда. Қартаймаңыз, сөзіңіз, ойыңыз қартаймасын. Біз әлі талай кездесеміз деп ойлаймын, өйткені бүгінгі сұхбаттың өзінде тағы осындай 2-3 сұхбаттың сұрағы жиналды деп ойлаймын. Жарайды, оныға қысылмаңыз. Риза болатын Құдайға да осындай ғұмыр беріп, әркім 90-ға келіп жатқан жоқ. Және 90-ға алаққан жайып, құрғыл келіп жатқан жоқ. Еңбегімен келіп жатырмы? Осы аруақтардың арқасында осындай кітаптар жазылып жатыр деп ойлаймын. Менің аруақтарым қуаттайды ғой деймін. Сізге тілегіміз тек қана денсаулық. Алла десейші. Денсаулық тілейміз, қартаймаңыз, өзіңіз айтпақшы, Құдай қолдап, әруақ оңдап, ортамызда аман жүріңіз. Бізбен сұхбатымыз аяқталған жоқ, тек уақытша ғана үзіліс жасаймыз. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Бізді тауып алып, осында жарық дүниеге әкелгеніңізге, еліме, жеріме, әлемге таныстыруға, ұмытыс жасатқаныңызға мыңда бір рахмет. Құрметті көрермендер, Ақ студияның бүгінгі қонағы болған Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, Италия Болон академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, тарих ғылымдарының докторы Оразақ Смағұлұлы ағамыз. Қазақтың тұңғыш антропологы, қазақ халқының 5000 жылдық тарихын жазып берген, зерттеп, дәлелдеп берген ұлы тұлға ғалымымыз. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз, және біздің каналымызға жазылып, өз пікірлеріңізді білдіріп, егер ағаға қоятын сұрақтарыңыз болса, ағамыз, қазыналы қариямыз ортамызда, әлі де сіздерден кері байланыс күтеміз. Келесі кездескенше аман сау болайық. Adam's Question.
Studio.